Bir күні Хазіреті Фатима әкесінің алдына жылап келеді. Расулулла саллаллаху алейхи вассалам: «Ей Фатима, неге жылап тұрсың?» деді. Ойланбай айтқан сөзіме Әли ашуланды. Мен кешірім сұрадым, бірақ оны ренжіткенім үшін жылап тұрмын. Қызым, білмейтін бе едің? Алла тағаланың разылығы күйеуінің разылығына байланысты. Әрдайым күйеуінің разылығын іздейтін, күйеуі де оған разы болған әйел ең бақытты әйел. Әйелдер үшін ең үлкен ғибадат күйеуіне мойынсынуы. Күйеуі әйеліне разы болса, ол әйел қалаған есігінен жәннатқа кіруге құқылы болады. Күйеуін ренжіткен әйел оны разы еткенге дейін Алла тағаланың лағынетінде болады.